9 сынып ТЖБ 2 нұсқа 4 есеп. Тангенс бізде 16 болса, онда котангенс бізде бұл бөлінген А, яғни іргелес жатқан катеттің қарама-қарсы жатқан катетке қатынасы. Тангенс қарама-қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетқа қатынасы. Яғни сонда бізде А қабырғасы 16-ға тең, Б қабырғасы 1-ге тең болып тұр. Міне, ал С бізде бұл гипотенузаның формуласы, ол А квадрат қосылған Б квадрат түбір асты. Енді осыдан синусымыз қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, сонда 16 бөлінген түбір асты 16 квадрат қосылған 1-дің квадраты. 256 қосылған 1, ол бізде 257, 16 бөлінген түбір асты 257. Косинус альфамыз бізде іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, сонда Б бөлінген С, Б бізде 1-ге тең, С бізде 16 квадрат қосылған 1 квадратқа тең. 1 бөлінген түбір асты 257.